Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге тыквенный булочка рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк бас комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, сүт, асқабақтың пюресі, ерітілген сары май, жұмыртқа, қант, ашытқы және тұз. Алдымен ашытқыны ашытып аламыз. Оған жылы сүтке қант, ашытқы, ұн салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қоямыз. Ашытқымыз көтерілді. Енді асқабақтың пюресін, сары май, жұмыртқа, қант, тұз салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай болып шықты. Қолымызға жауыспау керек. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен, орамалмен жауып, 1 сағатқа бір көтерілгенше қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Қамырымды елеп алдым. Нан тақтайға ұнымызды сеуіп, қамырымыздың осындай бөлігін алып, жайып, 5 сантиметрден пышағымызбен бөлшектеп аламыз. Бөлшектеген қамырымызды осылайтып дөңгелектеп аламыз. Асқабағымыздың пішінін келтіру үшін осындай жібімізді алып, қамырымызға байлап шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Противенімді майлап, асқабағымды салып қойдым. Жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, үстіне жағып шығамыз. 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Достар, мінекей біздің булочкаларымыз пісті. Осы рецептпен міндетті түрде дайындаңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздан үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.